Сәлем достар! Кука-Вика каналына қош келдіңіздер. Сіздермен бірге мен Қуанышгүл, және бүгін бізде қонақта Аман. Сәлем достар! Бүгін бізде сіздердің сұрауларыңызбен 24 сағат қызыл түсте тамақтанамыз. Достар, бірінші Аман, біз қазір қайсынан бастасақ екен? Мынадан бастайық. Так, бұл бізде мини-рулет дейді. Қайны ашылмай қаламыз. Мини-рулет. Достар, мінекей іші осындай екен. Дәмі күшті екен. Мен ойлап отырмын, қазір тем более шөлдеп отырмын да. Мына рулетпен күштеп шай ішсең ғой, деп. Аман, саған ше қалай рулеттің дәмі? Дәмі күшті. Күшті ма? Шоколадный. Еще ішінде клубничный несі бар, начинкасы бар екен ішінде. Вау. Мен бұл Мэлорида көбінесе детский ғой деп жемейтін тұғымын да. Сөйтсем, бізге де жеуге болады екен. Дәмі керемет. Бізге жаңағы рулет ұнады. Иә, Аман? Иә. Дәмі күшті. Иә, күшті екен. Енді келесі шоколад пай жеп көрейік. О, шоколадный пай. Осы шоколад пай күшті, иә? Аман, саған ұнай ма? Ұнайды. Күшті ғой, әсіресе жаңағы ортасындағы несі бар ғой? Маршмеллоу, иә. Бірақ ше, бұл қатты сәтті. Ойлап жүрмін осы маршмеллоуды бір күні үйде істеп көрсем ғой деп. Былайша қарасаң, бұның үй жағдайында жасалуы өте оңай екен. Бірақ қатты сәтті, болды, мен ары қарай жей алмаймын. Жаққа қойып тұрайын. Слишком ба? Екі тәттіден кейін фрукты жеп көрмейміз ба? Иә. Мына жақта қызыл түсті біз алма алдық. Достар, бізде дүкенде қызыл түсті заттардан табылғаны осы болды. Шоколадтар, скитлс, лейс, крешки. Осы қызыл түсті табылған заттарды алдық, достар. Достар, комментарийға келесі бізде қандай видео көргілеріңіз келетіндігін, қандай челлендж, қандай түсте деген сияқты ұсыныстарыңызды комментарийға жазып кетіңіздер. Сочный екен. Тұрлап тұр еще. Так, екі тәттен кейін біз пайдалы нәрсе алманы жеп алдық. Дәмі өте күшті екен. Бізге ұнады. Так, енді бізде Аман, қайсын жейміз? Мынаны жейік. Крешки ма? Иә. Давай лейс. Лейс жегенде отыр. Бұл еще ащы паприкадан жасалған екен. Аман, сен негізінде чипсіден қандай жақсы көресің? Лейсті. Именно осы лейс жақсы көресің сен?
Еще bunun басқа да түрлері бар, иә? Иә. Фан ба, сондай. Бірақ оларға қарағанда осы Лейс күшті деймін, иә? Маған да ұнайды. Бұл Лейсті әсіресе еще кино көріп отырып жесең, иә? Аман, Ал. саған қандай кинолар көрген ұнайды? Или там мультфильм ба? Мультфильм көрген ұнайды. Қандай мультфильм? Трансформерлер. Сен балапан арнасын көресің ба? Иә. Тек қана қазақша мультфильмдер көреді екенсің ғой, иә? Иә. Негізі дұрыс қой, иә? Қазақша көрген. Так, біз Лейсті де қытырлатып тұрып жеп алдық. Енді Skittles'ты жейміз, Аслан. Иә. Ой, Аслан деп жүрсің ғой. Аман. Мен уже Аслан деп біліп үйреніп қалған. Аслан деп. Бүгін бізге Аман қонаққа келіп отқаннан кейін. Аман сен біздің екеумен көп болды, иә? Иә. 2 ай маған сондай болып қалды ғой деймін уже. Ойның ашылмай жатқан несі. Аман. Кәдімгі Skittles. Әртүрлі вкустармен. Skittles. Попробуй радугу, Дима. Аман. Сен осы каникул бойы не істедің енді? Немен айналыстың? Мен панкеталонға бардым. Панкеталонға ойнадың ба? Көп билеттер жинайсың, иә? Иә. Неше билет жинадың сен осы уақытқа дейін? 100-ге жете ма? Или одан асып кетті ма? 100-ге жетпейді. Так, енді киткатик. Сол президентский паркте еще андай нелер істеп қойған. Кәдімгі парк бар ғой, дәл сондай, иә? Барлық аттракциондар. Я почти батуттарды, сондай балдар ойнайтын ойыншық машиналарды пультпен жүретін. Сол именно президентский паркке апарып қойған. Тәте, мына киткатты бөліп жесалар, тәтті жегім келіп тұрған жоқ. Қатты тәтті ма? Иә. Жарайды. Біздің Аман өте ақылды. Тәтесімен осы бір киткатты бөліп жегісі келіп тұр екен. Аман. Өте тәтті шынымен де ше. Болдың ба не уже? Шынымен де достар өте тәтті екен. Бізде енді соңғы қалғаны пюрешки. Бұл бізде қызыл уылдырықтың дәмімен екен. Қазір біз Аслан себерін ғой. Аман екеуміз жеп көреміз. Балалық шағымызбен түсіп кетті ғой. Сол кезде осы пюрешкені қызық көріп, көп жейтін тұғымыз ғой. Ол кезде бұл пюрешкелердің бағасы примерно 40 теңге ма сондай болатын тұғым сол кезде. Пюрешке көп жейсің ба? Жоқ. Жемейсің ба? Мен мектепте қайтқанда арасында жемін. Не ұнайды саған? Не ұнатасың? Шоколадтан атамын. Мына пюрешке ұнап қалды маған. Саған ше Аман? Ұнады. Кәдімгі ешқандай да не емес, кәдімгі просто пюрешкенің өзі. Достар, бүгін біз сіздердің сұрауларыңызбен Аман екеуміз 24 сағат бойы қызылмен тамақтанамын челленджін өткіздік. Достар, сіздерге видео ұнады деп ойлаймыз.
Достар, біздің каналымызға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырыңыздар. Сіздердің пікірлеріңіз біз үшін маңызды. Алдағы уақытта біздің видеоларымызда аманды көргілеріңіз келсе, ұсыныстарыңызды да комментарийға жазып қалдырып кетіңіздер.